Сәлем жастар, қалдарың қалай? Келе жатқан жаңа жылдарымен бүгін сендерге тағы бір кітапқа шолу жасамақпын. Бүгінгі кітап ол Чарли Мангердің По Чарлис Алманах кітабы. Чарли Мангер ол ақш-тағы әйгілі инвестор, бизнесмен және Уоррен Баффеттің оң қолы Berkshire Hathaway компаниясының вице-президенті. Ол осы кітапта өзінің ақылдары мен өмірлік қағидаларын студенттердің алдында берген дәрістерін осы бір кітапқа жинақтап қойған. Кітапты бай ашып қарасаңдар, өте әдемі суреттермен толы, және кітапта өзінің скетчтеп жасалынған әртүрлі кітаптардың суреттерін күшті әдемілеп қойған. Сондықтан кітапты оқығанда сендер өте қызықты болып, бір ертегі оқып отырған сияқты болып сондай көрінеді. Мен бұл кітаптан сендерге Чарлидің 5 қағидасын бөліп алдым. Бірінші, ылғи да сұрақты керісінше қойыңдар дейді. Яғни сендерді бір мазалап жүрген сұрақ болса, не бір шешім қабылдай алмай жүрсеңдер, оны керісінше жағынан қойыңдар деді. Яғни сендер өмірімді қалай жақсартамын деп ойдың орнына, өмірімді қалай бұзсам деп соған жауап беру керек дейді. Не болмаса жеке өмірлерінде қалай жақсы жарды, жолдасты таңдасам деудің орнына, қандай жолдастан, қандай адамнан қашу керек деген сұраққа жауап беру керек дейді. Не болмаса Қазақстанның экономикасын қалай жақсартам деудің орнына, Қазақстанның экономикасын қалай бұзуға болады деп сұрақтарға жауап беру керек дейді. Сонда сіздерді мазалап жүрген мәселелер мен сұрақтардың шешімі тез келеді дейді. Екінші, Лоллапалоза әсері. Бұл кітаптан енген жаңа ұғым 1+1 3 дейді Чарли. Яғни екі оқиғалардың қосындысы үлкен әсерге алып келуі мүмкін дейді. Және адам оны екі жақты ғана қарастырмау керек дейді. Әртүрлі жақтарын түсіне білу керек дейді. Және оны әрбір оқиғаның әсерін, әрбір өзінің шешімінің алда қандай әсері болуы мүмкін түсіну үшін сендер әртүрлі пәндерді басты ойларын жақсы түсіну керексіңдер дейді. Сонда өмір ол екі жақты ғана емес, оған әртүрлі факторлар әсер етуі мүмкін. Сонда ол өзінің инвестициялық жобаларын таңдаған кезде оның тек қаржы жағынан қандай пайдаға келетінін ойламай, әртүрлі жақтарын да ойластырып қойған екен. Үшінші, осы ойын жалғастыру үшін multidisciplinary approach, mental model деген ұғымды енгізді. Яғни сендерде әртүрлі біліктерің көп болу керек, әртүрлі өндірістерден хабарларың болып, әртүрлі мамандықтардың иелері болу керексіңдер деп соған шақырады. Қазақша айтқанда 8 қырлы, 1 сырлы болыңдар дейді. Сонда ғана сендер алдыда тұрған мәселелерді, не болмаса бизнес ашқандар, не инвестициялық жобаларды шешсеңдер, сол кезде сендердің осы әртүрлі пәндерді білген білімдерін көмектеседі дейді. Яғни қорытындылай келсек, бұл әртүрлі пәндердің, яғни математика, химия, физика, психология, социология, экономика, қаржы және тағы да басқа пәндердің басты ойларын жақсы түсініп, оны еске сақтап, сонда алдыда сендерде бір жұмыста, не өмірлерінде бір сұрақ болса, мәселе болса, шешу керек болса, сонда осы ойларды қолданыңдар дейді. Және ол өзінің осы қағидасын инвестициялық жобалар таңдағанда өзі қолданады екен. Және Чарлидің айтуы бойынша мүлдем кітап оқымаған ақылды адамдарды көрмедім дейді. Тіпті өзінің балалары оған қалжыңдап, сен аяғы мен көзілдірігі бар, келе жатқан кітап деп солай қалжыңдайды екен. Әйтпесе Чарли айтады, сендер бір жақты ғана болып, бір мамандықтың ғана иесі болсаңдар, сендер өмірге деген көзқарастарын, әртүрлі мәселелерге тек өздерінің мамандық көзімен ғана қарайсыңдар деді.
қазақша айтқанда бояушы десе сақалын бояйды дегендей, бүкіл мәселелерге тек бір ғана өз жақты шешімдерім болады дейді. Ал ағылшынша бұл man with Hammer syndrome, және сондайдан аулақ болуға шақырады. Төртінші, тарихты білмеген адам кішкентай баладай өмір сүреді дейді. Чарли осы кітап бойы оқып жүргенде оның грек, рим философиясын, әлемдік тарихты, бизнесмендердің биографиясын, психологиялық концептілерді өте жақсы түсінгенін көруге болады. Және ол басқалардың қателіктерін үйреніп, солай өз өмірлерінде алдыға қарай жалғастырып, өзінің әрбір шешімінде сол басқалардың қателіктерін үйрену арқылы алдыға өмір сүріңдер деп сонда кеңес береді сендерге. Және осы кітаптан өзі Бенджамин Грэхамның әйгілі американдық экономисті жақсы үлгі тұтатыны көрініп тұр. Бесінші, Чарли ол екі түрлі білім бар деп айтады. Ол шынайы адамдардың білімі және өтірік білім. Осы аргументін жалғастыру үшін ол Макс Планктың оқиғасын айтып берген. Макс Планк 20 ғасырда өмір сүрген Германияның әйгілі ғалым физика. Нобель сыйлығын алғаннан кейін Германия қалаларында өзінің жаңа кванттық механика тақырыбында дәрістер беріп жүрген екен. Сол қасында бір жүргізушісі болыпты да, ол сол дәрісті өте жақсы жаттап алып, бір күні Максқа айтады екен, мен осы дәрісті жаттап айтып берейінші осы адамдарға деп. Сонда Макс бұл қызық болып, ол келіседі екен. Сол Мюнхен қаласында үлкен аудиторияда осы ғалымдардың алдында жүргізуші өзінің дәрісін жаттап айтып берген кезде бір үлкен ғалым қиын физиканың сұрағын қояды екен. Сонда жүргізуші былай жауап беріпті: мұндай үлкен Мюнхен қаласында ақылды ғалымдардың ішінде сондай ақымақ сұрақ алғаныма таңғалып тұрмын. Бұндай сұраққа менің жүргізушім де тіпті жауап береді деп Макс Планкқа қарай қолын көрсетеді екен. Чарлидің бұл әңгімеден айтқысы келгені, нағыз білімі бар адамдар ол әртүрлі ұғымдарды, концепцияларды керемет жақсы түсініп, неге деген сұраққа жауап бере алады екен. Ал өтірік білімі бар адамдар ол әртүрлі концепцияларды, ұғымдарды жай ғана жаттап алып, соны айтады екен де, одан ары қарай білімі тоқтайды. Сондықтан Чарли жастарға айтатыны, нағыз білімі бар адамдарға болуға ұмтылу керек дейді. Сөйтіп, осы кітапты қорытындылай келсем, жастар, бұл өте керемет кітап. Сендердің өмірлеріне үлкен әсері бар болады деп ойлаймын. Қазіргі таңда бұл кітап ағылшын тілінде, орыс қазақ тілінде әлі жоқ. Сендер бұл кітапты интернет желісінен электронды түрде таба аласыңдар. Төменде оған сілтеме қоямын бұл кітапқа. Сендерге бұл кітапты оқуға кеңес беремін. Керемет кітап. Назарларыңызға рахмет. Сау бол!